Сәлем достар, әріптестер, қазақша Excel курстарын жазуды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде масштаб, внешний вид таблиц, закрепление строк, кестеміз қалай көрінеді, строка мен столбецті қалай бекітуге болады, сол туралы қарастырамыз. Бізде осындай сату бойынша реестр бар. Бұл жерде біз көріп тұрғандай смартфондар, әртүрлі электронды техникалардың әрбір ай сайын қанша данасы сатылды, қандай бағамен сатылды деген ақпарат бар. Бұл жерде қандай склад болды, қандай доставка жеткізу түрі болды туралы жазылған. Бүкіл кестені көру үшін бізге былай жаза аламыз. Немесе бізде бұл жерде астында оң жақ шетінде масштаб деген бар. Плюс пен минусты баса аламыз. Немесе бұл ползунокты оңға солға жылжыта аламыз. Немесе контролды басып, мышкада дөңгелек колесиканы осылай айналдыра аламыз. Енді осылай қараймыз, бірақ та бізге көрінбейді. Оны үлкейту үшін осылай біздің ұяшықтарды белгілейміз да, масштаб по выделенному басамыз. Сонда біздің ұяшықтар үлкен түрде көрінеді. Қайтадан орнына келу үшін 100% басамыз. Немесе масштабтың ішінде дайын масштабтың проценттері бар. Осылай таңдап көре аламыз. Немесе өзіміздің процентімізді жазамыз. Бұл оңай нәрсе, өте қиын нәрсе емес. Енді маған мысалы бұл жерде көрінбейді, үлкейтемін. Енді маған Vision Air планшеттің декабрьда, желтоқсан айында қалай сатылғанын көру керек. Ол үшін мен былай жылжытам, осы болу керек. 107 мың не сатылды, оны қайттан қарау үшін мен осылай консоль екен. Ыңғайсыз. Оны қалай ол үшін біз осы столбецті бекіте аламыз. Ол үшін кез келген столбецті баса береміз де, вид ішінде закрепить области, закрепить первый столбец деген кнопканы бассақ, енді оң жаққа жылжытсақ, біздің первый столбеціміз орны тұрады, ешқайда кетпейді. Солай, енді осылай 5 столбецті бекітіп қоюға болады, қозғалмау үшін. Ол үшін снимать етеміз, сосын закрепить области басамыз енді. Енді осы біздің 5 даже январь тоже бекітіліп қалды. Қайтадан орнына келу үшін снять етеміз. Солайда үстіңгі строканы бекіте аламыз, закрепить верхнюю строку. Енді верхний строка бізде қала береді, астына түсе берсек те. Солай қарауға болады. Енді келесі мақсат, біз үстіңгі строка бірінші столбецті бекіте аламыз. Өйткені біз былай үйтсек столбец кетіп қалып, бүйтсек үстіңгі строка кетіп. Ол үшін осы екі строка мен столбецтің қиылысатын жерінде бірінші ячейкаға қоямыз, тек қана бір ячейканы белгілейміз, закрепить области басамыз. Ол закрепить области, ол мына жақта бекітті, на ячейка бойынша үстіңгі строканы бекітті. Сонда біз үстіңгі строкамызда бар, оң жаққа кетсек, бірінші столбецімізде қалады. Осындай пайдалы функция бар, бұл минимальное требование болып табылады. Осыны білген өте жақсы болады. Үлкен файлдармен жұмыс жасаймыз. Енді тағы да бір айтатын жағдай, тақырып. Мысалы, бізде әрбір қала бойынша, әрбір ай бойынша сату көрсеткіштері бар. Біз отчет тапсырған кезде бізге тек қана әрбір қала бойынша сатудың суммасын көрсету керек бізге. Оны біз қалай істейміз? Біз осы 3 строканы аламыз, скрит басамыз, 3 строканы аламыз, скрит басамыз, 3 қаланы басамыз да,
скрит. Сонда бізде әрбір қала бойынша барлық сатылымдар көрсетіледі. Осылай отчетты тапсыра аламыз. Енді қайтадан орнына келу үшін бәрін белгілейміз. Показать. Показать ете аламыз. Бізде таблица өте қарапайым, осылай жасай бере алады. Бірақ та үлкен таблицалар болған кезде осылай жасап отыру үшін көп уақыт кетеді. Оны шешудің бір лайфхакі бар. Осы үш строканы белгілейміз. Данные деген вкладкада группировать деген кнопканы басамыз. Сосын тағы да кіреміз. Алматы. Группировать. Тараз. Группировать. Егер де мына элементқа бассақ, минус плюсқа айналды да, бізде осылай итоктар ана қалды. Осылай месяцтеді. Енді біз егер де бір бағаны қарамақшы болсақ, плюсты баса саламыз. Осылай қайтадан орнына келеді. Қайтадан орнына тығып қоя аламыз. Осы элементтерді алып тастау үшін бәрін выделять етеміз. Разгруппировать басамыз. Белгілейміз, разгруппировать. Сосын показать. Мына жақта показатьты басамыз. Біздің таблицамыз өз орнына қайтып келді. Осымен, әріптестер, достар, бірінші модулімізді аяқтаймыз. Осы файлдардың барлығы ссылка бойынша астында немесе жеке архивта болады. Осы видеоны көру арқылы, қайталай арқылы осы файлдарды жұмыс жасай аласыздар және өзіңізді дағдыларыңызды көбейте аласыз. Сау болыңыздар. Екінші модульде кездескенше